Экстремал спортпен шұғылданатын мүмкіндігі шектеулі жандар бұл өмірде аз емес. Қайсар мінездің арқасында өздерінің сүйіктісімен айналысуға қандай кедергі болса да жеңіп шығатын жандарды құрметтеу шарт. Өткен аптада мүгедектер арбасына сан түрлі трюктер жасайтын Аарон Фоторингем жайлы айтқан болатынбыз. Ал бұл жолы бір аяғы протезде болса да скейтбордпен шұғылданатын Клемент Зенниниге кез келді. Скейтборд тебу оңай шаруа емес, ол белгілі. Физикалық және моральдық тұрғыда біршама күш жұмсауға тура келеді. Ал егер скейтердің жалғыз ғана аяғы болса, ауыртпашылықтың екі есе ата түсетіндігі анық. Клемент Зеннини күні бойы барлық күш қуатын дәл осы спорт түріне жұмсайды. Бір аяғы жоқ демесеңіз, скейтерлерге тән барлық қасиет бойынан табылады. Күн сайын ол аяғының ауырғанынан амалсыздан төзеді. Өйткені аталған спортқа деген шынайы махаббат бір ғана нәрсені білдіреді. Еш нәрсе оны бұл ісінен бас тартуға мәжбүрлей алмайды. Клемент тағдырына жазылған ауыр сынаққа қарамастан еш сынбады. Батылдық, көздеген мақсат жолындағы табандылық және рухтың беріктігі жас жігіттің әрбір қимылынан ақ байқалады. Клемент Зеннини 23 жаста, Францияның Виттел қаласында тұрады. Бала кезінде өте белсенді болған ол скейтбордты жанына серік етті. Алғашында денсаулық жағдайына қарап, ол мүмкін бе деген сұрақ туындары анық. Бірақ оған бас қатырмастан іске дереу көшкен Клемент тағдыр ағымына қарсы жүзді. Әрине, бірнеше қиындау трюктарды орындау ол үшін мүмкін емес екендігін өзі мойындайды. Бірақ өзінің ерекше қасиеттерін де ұмытпайды. Жас жігіттің айтуынша, ол өзінің мүмкіндігі шектеулі жан екендігіне мақтанғандығы емес, бірақ басқалардан ерекшеліктің де бар болғандығы дұрыс дейді. If I buy